Қайырлы күн достар, жұмыста жиі айтылатын ағылшынша 13 сұрақтың түрі. Бұл жерде әртүрлі сұраққа мысал келтіремін. Видеоны жақсы түсіну үшін мына сұрақ түрлері мен пайдалы видео сөздерінің аудармасын білу керек болады. Жұмыста жүргенде біреумен жеке қысқа уақытқа сөйлесу керек болса, немесе бір кеңес сұрау керек болса, сенде уақытың бар ма деп сұрау үшін Do you have a minute? Немесе Do you have a second? Немесе May I talk to you? Деп сұрап аламыз. Сосын ол сөйлесе алса, шамамен Yes, of course деп жауап береді. Мысалы, жұмыста жиналысқа қатыса алмай қалдыңыз делік. Сол кезде онда не айтты деп сұрау үшін What did they say in a meeting? Деп сұраймыз. Жауабы They said about new project деген сияқты болу керек. Келесі мысал, сенің жұмыс уақытың графигің қандай деп сұрағың келсе, What's your working schedule деп айтамыз. Жауабы I work at night shift немесе I work at day shift сияқты болу керек. Мысалы, бір жерге или жұмысқа ерте келсе, неге сен ерте келдің деп сұрау үшін Why did you come so early деп айтамыз. Жауабы Because I need to finish the report today сияқты болу керек. Келесі мысал. Мысалы, бір сызбаны таба алмай жатырсыз делік. Және жаңа чертеж қайда деп сұрау үшін Where is the new drawing деп сұрау керек. Жауап It is in that folder. Келесі, әріптесіңізден, коллегіңізден сенің сменің қашан басталады деп сұрағыңыз келеді. Сол кезде When does your shift start деп сұрау керек. Жауабы My shift starts at 4 o'clock болу керек. Келесі мысал, біреуден отпуск қалай болды деп сұрағыңыз келеді. How was your vacation деу керек. Жауабы It was excellent сияқты жауап болу керек. Мысалы, біреу телефон шалып қалды делік. Енді кіммен сөйлескіңіз келеді деп сұрау үшін Who would you like to speak to? Дейміз. Жауап With Mr. John, please болу керек. Келесі мысал, біреуге бір жұмысты мысалы тапсырғысы келеді. Сол кезде ол істей ала ма деп білу үшін, тәжірибесі опыты бар ма деп сұрау үшін Does he have an experience деп сұрайды. Опыты болса Yes, he has деп жауап берілу керек. Келесі, мысалы, ертең жаңбыр жауар ма екен деп сұрау үшін I was wondering if it would rain tomorrow дейміз. Жауап I think no, it would not rain tomorrow. Хат туралы сұрау керек болып, бұл хатты кім жіберді деп сұрайтын болсақ, Who sent that email деп сұраймыз. Жауап Our customer sent the email. Келесі, мысалы, қонақ үйге жету қанша уақыт алады деп сұрайтын болсақ, How long does it take to get to the hotel дейміз. Жауап It takes about 20 minutes. Келесі бұйрық сөздер. Мысалы, терезені ашасың ба деген Could you open the window? Ал одан да сәл сыпайырақ айтқың келсе, мысалы, қарсы болмасаңыз терезені аша қоясыз ба деген Would you mind opening the window, please? Дейміз. Осымен болды достар. Егер пайдалы болса, каналға тіркелеміз.